287 есепте 5 метр 25 сантиметр деп берілген. Соны біз сантиметр түріне айналдырып 525 сантиметр деп аламыз да, келесі 3 метр 25 сантиметрді 325 сантиметр деп жазып аламыз өзімізге есептеуге ыңғайлы болу үшін. Енді 525 және 325 деп қарайтын болсақ, алдымен біз бұларды жіктеп ең үлкен ортақ бөлгішін тауып алуымыз керек. Яғни 525 ең бірінші 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлгенде 175 болады. 175-ті 5-ке бөлеміз. 35 болады. 35-ті 5-ке бөлсек 7. Келесі 325-ті де 5-ке бөлеміз. 65. 65 5-ке бөлінеді. 13. Енді ең үлкен ортақ бөлгішін қарайтын болсақ, бізде 5 пен 5 ортақ. Сонда ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 525 пен 325-ті. 5 бөлінген 5, яғни 25-ке тең. Енді ары қарай не істейміз? Бізде 525 ұзындығы 525 сантиметр болып тұр ғой. Сол 525-ті, яғни біз жаңа таптық, иә. Ішіндегі квадрат деп тұрғанымыз 25 ұзындығы да енінде жалпы барлық жағы 25 болып тұр. Сондықтан 525-ті біз 25-ке бөліп жібереміз. 525-ті 25-ке бөлетін болсақ, ол 21-ге тең болады. Енді 325-ті біз 25-ке бөлетін болсақ, ол 13-ке тең. Мынадай төртбұрыш берілген бұл, иә. Төртбұрыш соның деген ұзындығы 525, ені 325 деп берілген. Ол бірде мынандай бір бөліктерге, яғни шаршыларға, квадраттарға бөлінген. Соның мына жері 25 және мына жағы да 25 болғанда, біз онда қанша екенін табу үшін әрбірін бөліп алдық. Енді бізде сұрақ бөлменің еденіне неше тақтас төселеді дейтін болса, біз осының ауданын табамыз. Яғни біз таптық қой. 21 және ұзындығында 21 таяқша, енінде 13 таяқша қоюға болады екен. Енді жалпы неше тақтас төселгенін табу үшін осы 21-мен 13-ті біз көбейте саламыз. Сол кезде бізде мәні 273-ке тең болады. 288 есепте барлық гүлшоқтарда қалампыр гүлінен дайындалған, қалампырдан 28 дайындалған, жасмин гүлінен 35 дайындалған. Егер гүлшоқтардың әрқайсысында гүлдер саны бірдей болса дейді, әрбір гүлшоғында неше гүл бар екенін табу керекпіз. Бұл дегеніміз ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз деген сөз. Ол үшін жүктейміз 28-ді 2-ке бөлеміз, 14-ді 2-ке бөлсек 7. 35-ті де дәл солай жүктейтін болсақ, 5-ке бөлінеді 7, 7-ні 2-ге бөлеміз 1. Қараймыз, бұл жерде 7 ортақ болып тұр. Сонда ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз бірінші. 28 пен 35-ке. Ол дегеніміз осы 7 саны. Яғни қараңыздар, қалампырда әрбір гүлшоғында 7 қалампырдан, ал жасминде әрбір гүлшоғында 7 жасминнен. 7 гүлден бар барлығы. Енді келесі қалампыр гүлінен неше гүлшоғы дайындалды дейік. Біз енді таптық қой, қалампырда 28 гүлдің ішіндегі бірдей 7 санына бөлетін болсақ, 4 гүлшоғы дайындалған. 7 гүл. Ал келесі қалампыр жасмин. Жасмин дегеніміз, яғни 35 гүл болды ғой. 35-ті осы 7 гүлге бөлеміз. Сонда 5 гүлшоғы пайда болады екен. Жауабын жазатын болсақ, әрбір гүлшоғында 7 гүлден бар. Қалампырда осы 7 гүлден тұратын, яғни 4 гүлшоғы бар. Гүлшоқ деп тұрғанымыз ол букет. Ал жасмин гүлінде 7 гүлден тұратын, яғни 5 гүлшоғы бар. Гүлшоғы дайындалған.